оқушылар, бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Бүгін біз жаңа тақырып өтетін боламыз. Кәнекей, дәптерге күннің ретін жазайық. Қазанның 23-і жұма, қысқарған сөз. Енді ережеге мән беріңіздер. Кейбір күрделі атаулар мемлекет, мекеме, ұйым аттары бірнеше сөздің тіркесінен құралып, кейде қысқартылып та қолдана береді. Мысалы, Қазақстан Республикасы деген қ болып, Біріккен ұлттар ұйымы деген болып қысқартылып та жұмсалады. Күрделі атаулардың ауызша, жазбаша ықшамдалып алынған түрін қысқарған сөздер деп атаймыз. Қысқарған сөздер күрделі сөздер тобына жатады. Демек, күрделі атаулар мемлекет, мекеме аттары, ұйым аттары бірнеше сөз тіркесінен құралып тұрса, оны қысқартып та қолдана береді екен. Мысалға, Қазақстан Республикасы дегенді көп жерде байқаймыз, қр деп, солай айтады. Біріккен ұлттар ұйымы дегенді деп айтады. Мысалға, тағы да осылай тапсырма барысында кесетін боламыз, қысқарған сөздермен. Енді тапсырма барысына ауысайық. Бірінші тапсырмада мынандай сөздер берілген. Сол сөздерді біз қысқарған сөз қылып жасаймыз, қысқарған сөз жасаймыз. Мысалы, Қазақстан Республикасы сызықша қойдық, қр. Сосын неге қысқарған сөздерге қатыстырып екі сөйлем құрайық. Мысалы, Қазақстан Республикасын қр деп қысқарттық және сөйлем құрадық. Мен Қазақстан Республикасында тұрамын. Мына жерде жалғау республика деген соңғы жалғауы, соңғы буын республика, жуан дауысты болғандықтан Қазақстан Республикасында емес, Қазақстан Республикасында деген жалғау жалғанады екен, жұрнақ жалғанады екен. Жақсы. Так. Келесі, қалған Америка құрама штаттары, Қытай Халық Республикасы дегенді қысқартып жазамыз, Біздің байқағанымыз көбінесе бірінші әріптерін бас әріппен қысқартады. Сіздерге логикалық түрден көмек болсын, бас әріппен жазамыз қысқарған сөздер. Және мысалға Америка құрама штаттары ма, ақш осылай болып жазылады екен. Соны тапсырма барысында орындаймыз. Сіздерге ауызша көмек бердім. Енді екінші тапсырма. Екінші тапсырмада төменде қысқарған сөздерді көшіп жазуымыз керек екен, және есімізге сақтау керек екенбіз. БКМУ, Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Біріккен ұлттар Біріккен ұлттар ұйымы, қа, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы, күрделі сөз, бірнеше сөз тіркесінен тұр. Сондықтан оны біз қысқартып жазуға тура келеді екен. Байқағанымыздай барлығы қысқартқан кезде бас әріппен жазады екенбіз. БХР, Болгар Халық Республикасы, ақш, Америка құрама штаттары, КХДР, Корей Халық Демократиялық Республикасы, КШТЖ, Қытай Шығыс темір жолы. Бас әріппен жазады екенбіз. Жазамыз және дәптерге көшіп жазамыз, оқимыз. Үшінші тапсырмада мынандай кітапта 51-52 беттер. Үшінші тапсырма. Менің ағам БХМУ-да бірінші курсында оқиды. Азамат туристік сапармен КХР-ға ұшып кетті. Отанымыздың майы қызметкерлері жолдарын қадағалайды. Алматыдағы КазМУ-да студенттер фестивалі өтті. Қазақстан ТМД елдерінің ішіндегі ең беделді мемлекет. Мектебіңізде оқушыларды қоршаған ортаға бейімдеу мақсатында әдеби сабағы жүреді. Енді бұл шағын сөйлемнен, шағын мәтіннен біз не істейміз? Қысқарған сөздерді табамыз. Мысалға, менің ағам БХМУ-дың бірінші курсында оқиды. Мысал, мен қарамен белгілеп қойдым. Бұл бізде қысқарған сөз. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің бірінші курсында оқиды екен. Соны білдіреді. Одан кейін қысқарған сөздер сөйлемнің ішінде бас әріппен жазылады, сөйлемнің ортасы болса да. Осылай қысқарған сөздердің астын сызамыз. Төртінші тапсырмада бізде оқу керекпіз және мән беріп оқу керекпіз. Және дәптерімізге көшіп аламыз. БХМУ, Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, КХР, Қытай Халық Республикасы, МАИ, мемлекеттік автомобиль инспекциясы, КазМУ, Қазақстан мемлекеттік достастығы, АЖК әлеуметтік жеке код, СТН,
салық төлеушінің тіркеу номері АТБ әлеуметтік тұрмыстық бағдар. Бізде жүреді АТБ сабағы әлеуметтік тұрмыстық бағдар деген мағынаны білдіреді екен. Балалар, осылай біз төрт тапсырманы орындаймыз. Екінші және төртінші тапсырма бізге көшіруге берілген тапсырма. Әдемілеп дәптердің тап-таза қылып, жолын сақтап көшіріп жазамыз. Ал бірінші және екінші тапсырмаға барынша бірінші, үшінші тапсырмадан не істейміз? Сөз тіркестерін қысқартып жазсақ, ал үшінші тапсырмада қысқарған сөздерді табамыз. Балалар, сіздерден кері байланыс күтемін. Сау болыңыздар. Тақырып түсінікті деп ойлаймын. Кері байланыс жасаңыздар.